Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен Жансұлу, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге небәрі жарты сағаттың ішінде құрамына ешқандай ашытқы қосылмаған, дәмі өте дәмді болып шығатын әрі үлпілдек бауырсақтардың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Алдымен айранға ас содасын салып, көпіргенше жақсылап араластырамыз. Айранымыз көпіріп болған соң, үстіне 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық қант, 3 ас қасық сұйық май құйып араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, ұнды аз-азын сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Алдағы шығатын видео рецепттерді жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қамырдың басы бірігіп, қолыңызға жабысып жатса, азырақ сұйық май құйып жіберіп, уын қандырсаңыздар болады. Қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Жарты сағат тынып тұрған қамырды алып, мен 2 бөлікке бөлдім. Бір бөлігін жайып пісіріп аламын, екінші бөлігін холодильникке бетін жауып салып қоямын. Оны да дәл солай 24 сағаттың ішінде свежий етіп пісіріп алуға болады. Қамырды байқағандарыңыздай сұйық маймен жайдым және қалыңдығын жұқа етіп жайыңыздар, себебі ашытқысыз жасалынған бауырсақ болғандықтан қалың етіп кесілсе, пісіргенде арасы шикі болып қалуы мүмкін. Бауырсақтарды қызып тұрған майға салып, 2 шеті қызарғанша ұнатып пісіріп аламыз. Майымыз қатты қызып кетпесін, қызып кетсе бауырсақтарымыз тез пісіп, арасы шикі болып қалады. Осымен біздің дәмі керемет болып шығатын үлпілдек бауырсақтарымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жансұлу, келесі кездескенше.